Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен қарайтын тақырыбымыз кіші жүздің Ресейге қосылуы. Біз сіздермен 18 ғасырда жоңғар шапқыншылығын айттық. Жоңғар шапқыншылығы. Соңғы 1730 жылы Аңырақай шапқыншылығы туралы айттық. Аңырақай шайқасы туралы. Осы шайқастан кейін не дедік? Әбілқайыр хан мен Сәмеке екеуі таққа таласып, Әбілқайыр хан кіші жүзді бөліп кетеді дедік та, содан кейін 1731-де кіші жүз Ресейге қосылады дедік. Ресейге кіріп кетті дедік. Осы нәрсені туралы бүгін айтатын боламыз. Енді жалпы кіші жүздің Ресейге қосылуы. Күллі қазақтың әскері ыдыраған соң, әр жүз жаудан жеке өзі қорғана бастайды. Яғни бұл кезде жалпы жоңғарлар әлі бізге шапқыншылық жасап жатқан кездер. Бұл кезеңде кіші жүз тұрғындары өте ауыр әскери жағдайға тап болады. Төрт жағынан бірдей қоршаған жаудың қыспағында қалады. Яғни кіші жүзге жоңғарлар әлі шапқыншылық жасап жатыр. Тығырыққа тірелгеннен кейін бұл жерде Әбілқайыр хан Ресейден көмек сұрауға мәжбүр болады. Яғни Әбілқайыр ханның бұл жерде Ресейге қосылуына да бірден бір түрткі болған нәрсе, ол Ресей бізге көмектеседі деп ойлауы, сонымен қатар жалпы өзінің беделін көтеру үшін. Солай Ресейдің қол астына еніп, жан сақтап қалу үшін Әбілқайыр 1730 жылы күзде елші жібереді. Енді бұл 1730 жылы елші жіберерден алдын 1730 жылы бізде билердің бас қосуы болады. Билердің бас қосуы. Яғни бұл билер болғаннан кейін жүздердің бас қосуы. Бұл жерде бұл билер Әбілқайыр ханға ұсыныс жасайды. 1730 жылы билердің ұсынысы Ресеймен әскери одақ құру. Яғни 1730-да Әбілқайырға айтты: сен Ресейге қосылып кетпе, сен әскери одақ құр деді, бірінші. Жаңағы жаулардан қорғану үшін деп. Ал 1731 жылы Ресейдің сыртқы істер министрлігінің Тевкелиев бастаған елшілігі, яғни Ырғыз өзенінің бойындағы Майтөбе деген жерде отырған Әбілқайырдың ордасына келіп, қазақ ұлысын Ресей құрамына алу туралы келіссөз жүргізеді екен. Яғни бұл жерде жалпы Әбілқайыр хан билер тыңдамай не істейді? Бодан болуға рұқсатын береді, яғни бодан болуға ұсыныс жасайды. 1731 жылы Ресей сыртқы істер министрлігі Тевкелиев бастаған елшілік Ырғыз өзені бойына Майтөбе деген жерге келді дедік. Әбілқайырдың ордасына қазақ ұлысын Ресей құрамына алу туралы келіссөз жүргізді. Осы Әбілқайыр хан 1731 жылы қазанның 10 күні Ресей империясының қарамағына кіргендігі туралы ант береді. Яғни бұл жерде Анна Ионовна ант береді. Бұл антты бірге, Әбілқайырмен бірге 29 старшина қолдап, бұл антты Әбілқайыр хан және де 29 старшина бірге берген екен. Және де бұл антты 1738, 1740, 1742 жылдары қайтадан қайталайды екен. Ант беру арқылы ол Ресеймен тату тұруды, орыс қарамағындағы башқұрттар мен еділ қалмақтарының қазақ жеріне шапқыншылығын тоқтатуды, Ресейдің көмегімен жоңғарлар басып алған жерлер мен қалаларды қайта алуды көздейді. Осылай өзінің беделін арттырып, 300-дің басын біріктіріп, өзі билеуді, хандықты балаларына сайлау тәртібімен емес, мұрагерлік жолмен қалдыруды жүзеге асырмақ болды. Яғни бұл жердегі Әбілқайыр ханның ойлап тұрған нәрсесі осы. Сөйтіп ол жеке мүддесімен қатар халықты апаттан да сақтауды ойлайды. Бірақ бұл нәрсе іске аспайды, яғни Ресей қазақтарға көмектеспейді екен. Сондықтан да кейіннен өмірінің соңғы жылдарына дейін Әбілқайыр хан Ресейдің айтқанын тыңдамай отырған, яғни өзі билеп отыра берген деседі. Сондай деректер бар. 1743 жылы Орынбор қаласы салына бастады. 1741-де 1743 жылдары Қалдан Серен қайттан қазақ жеріне шапқыншылық жасайды. 1748 жылы Әбілқайыр хан қаза болады да билікке 1748-ден 1786 жылға дейін баласы Нұралы келеді. 1786 жылы жалпы Нұралы билік еткен жылдарында Нұралы өз беделінен айырылып,
Уфаға жер аударылады. Уфаға. Сосын барып 1790 жылы осы Уфа жерінде қайтыс болған екен. Ол бізде Әбілхайырдың баласы Нұралы хан туралы. Кіші жүзде яғни. Енді мына нәрсені айта кетейік, біз қазір сіздермен бірге бекіністер туралы айта бастаймыз. Біз сіздерге айттық, не дедік? Ресейге қосылуға ұсынысты бірінші кіші жүз білдірді. 1731 жылы кіші жүз. Кейіннен 1740 жылы орта жүз. Енді біздің өзіміз Ресейге қосылу туралы ұсыныс білдіріп, ант беріп отырғаннан кейін, Ресей не істеді енді? Ресей бізді отарлау мақсаттарын жүзеге асырады. Яғни олар бекініс салдырады. Әртүрлі бекіністер салдырып тастайды, сол жерлерге орыстардың барлығын алып келіп, соларға жер береді. Яғни қазақ жерлерінің басым бөлігі орыстарға тиесілі болады. Бұл тек қана біздің Ресейге қосылуымыз басталған уақыттарда ғана емес, кейіннен хандық билікті жою уақыттарында өте көп жалғасқан. Себебі біз Ресейге өзіміз қосыламыз деп уәде бердік, қосылдық, ант бердік. Одан кейін Ресей бізді отарлау мақсатында бекіністер сала бастады. Сонымен қатар хандық билікті жоя бастады. Хандық билікті. Білесіздер, кез келген мемлекетті құрту үшін ең бірінші басшысынан бастау керек. Ал біздің басшымыз кім? Хан болған. Сол ханды жою арқылы жалпы Ресей бізді өзін отарлап алды. Енді бекіністерге келетін болсақ, 1640 жылы салынған бекініс Гурьев бекінісі ең алғашқы бекіністердің бірі. 1716 жылы бізде екі бекініс салынған. Біріншісі Жәміш бекінісі, екіншісі Омбы бекінісі. Үшіншісі 1717 жылы Железинск немесе Железинка бекіністері деп аталады. 1718 жылы бұл Жәміш, Омбы деген бекіністер, жалпы Железинск бекіністері ертіс бойындағы бекіністер. 1718-де Семей бекінісі, 1720-да Павлодар, Өскемен, Обинск, Осморожск және де Черногорская және де Харьковская деген бекіністер қалдырған. Харьковская деген бекіністер 1720 жылдары салынған бекіністер екен. Келесі 1735 жылы Ор бекінісі салынды, 1643-те Орынбор, 1752-де Петропавл, яғни Қызылжар, ол кезеңдердегі 1761 жылы Бұқтырма, 1772-де Жайық пен Кулагин, 1724-те Көкшетау Қарқаралы, 1824-те Көкшетау Қарқаралы, 1826-та Баянауыл, 1827-те Көкпекті, 1831-де Аягөз, 1832 жылдары Ақмола бекінісі тұрғызылды, 1833-те Үшбұлақ, 1834-те Аманқарағай, 1845-те Торғай, 1846-та Атбасар, 1847-те Қапал, Ақтау, Алатау, 1853-те Перовск, Ақмешіт, яғни 1854-те Верный, яғни Алматы, біздің Верный қаламыз баяғы, 1855 жылы Лепсі, 59-да Қастек, 1866-та Зайсан, 1869-да Ақтөбе деген бекіністер салынған екен. Қарап тұратын болсақ, бізде 1822 жылдары орта жүзде хандық билік жойылды. Осы жылдарда өте көп бекіністер салынған, яғни хандық билік жойылғаннан кейін әсіресе, және де 1824-те кіші жүзде хандық билік жойылды. Осы жылдарда да салынған бекіністер, бұл бекіністердің барлығын жаттап алыңыздар. Себебі сіздерге ұбт-да сұрақ болып келеді, міндетті түрде. Осымен сау болыңыздар.